Құрметті менің оқырмандарым, бүгін сіздерге қызанақтың соғына тұздалған қиярдың рецептімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Алдымен жуылып, тазаланып алынған осындай қызанақтарымызды бөліктерге бөліп, осындай блендердің көмегімен езіп аламыз. Егер де сіздер блендер болмаса, ет тартқыштың көмегімен тартып алсаңыздар болады. Мен барлық құрамдарды видеоның астына описание бөліміне қалдырып кетемін. Міне бізде осындай болды. Яғни біздің соғымыз дайын. Енді осыны таза марлыға суын бөлек, қоюын бөлек сығып аламыз. Қыздар, менің марлыма мән бермеңіздер. Мен уже 3-4 банкасын жасап тастадым. Яғни бірінші банкада таза болған. Яғни сіздерге мен 4-5 банкада видеоға монтаждап түсіріп жатырмын. Яғни ыдысыма да мән бермеңіздер. Міне осылай марлының көмегімен суын сығып аламыз. Бізге тек соғы ғана керек қызанақтың. Міне осындай қоюы марлыда қалады. Қоюлардың барлығын бір ыдысқа жинаймыз. Міне осындай қоюы шықты. Енді біз осы соғымызды 3 қасық шекер, 3 қасық тұзымызды салып қайнатамыз. Міне бізді сақырлап қайнады. Егер де сіздер 2 қасық шекер, 2 қасық тұз салсаңыздар да болады. Енді ол өз татымдарыңызға қарай. Осылай сақырлап қайнауы қажет. Енді осыларды дайындап қойған банкаларымыздың үстіне қоюға дайындап қоямыз. Алдымен біз видеода түсірілмей қалған, яғни біз лавровый лист, зонтик укроп, чеснок, ащы бұрыс және қара бұрыштардың барлығын салып шықтық. Яғни burada мен бір ыстық суға 20 минут бұқтырып алмаймын. Себебі мен қазанға барлығын қайнатып жатырмын. Себебі мен екінші рет төкпеймін. Сондықтан қазанға ыстық суға, сақырлап тұрған ыстық суға барлығын бір-бір салып аламын. Және осылай қиярларды да ыстық суға бір салып аламын да банкілерге орналастырып шығамын. Яғни сізде дәл осылай жасасаңыз, бір қайтара төкпейсіз. Сол бір ыстық сумен жаба берсеңіздер болады банкаларыңызда. Яғни хрен, укроп, чеснок, ащы бұрыш, лавр жапырағы, қара чиыр бұрыш және қиярды осылай орналастырып алдым. Егер де сіздер қызанақ болса, осылай қызанақ салсаңыздар болады. Және үстіне біз 2 дана аспиринімізді салып шығамыз. Үстіне ешқандай да құмшекер немесе тұз салмаймыз, себебі біз помидордың соғына салып шығып қайнаттық. Енді осының үстіне тәтті бұрышымызды салып, қайнап тұрған суымызды, яғни помидордан жасалған соғымызды құямыз. Бұл өте дәмді шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Қыста өте нанмен жегенге және ет тағамдарына, палаумен жегенге өте дәмді. Жасап көріңіздер. Яғни менің каналыма тіркелмеген жаңа оқырмандарым болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне пікір қалдырып, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Міне осындай болды. Енді осының үстіне жарты шай қасық уксус тамызып шығамын. Көп құймаңыздар, өйткені сіздің салатыңызда қышқылтым дәмі шығып қалады. Енді осылар дайын болған банкымызды осындай банка жабатын құрылғымен оңнан солға, солдан оңға қарай жауып шығамыз. Дайын болған банкымызды төңкеріп, яғни 3-4 күнге одеялмен немесе көрпемен жауып тастаймыз.
2-3 күннен кейін банкаларымызды қайтадан оң қаратып, қараңғы жерге немесе салқын жерге сақтаймыз. Сіздермен болған Кәмшат. Келесі видеомда кездескенше, егер видеом ұнаса каналыма жазылып, лайк басып, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Сіздермен алдағы уақытта басқа да банкі түрлерімен бөлісетін боламын.